Сәлем достар, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүзбе қосылған өте дәмді пирогты әзірлеймін. Нәзік сүзбе салмасы мен үгілмелі қамыры тамаша үйлеседі. Бұл сүзбелі пирогтың рецептісі қарапайым және қолжетімді ингредиенттерден тұрады және өте тез дайындалады. Мен бұл пирогты жиі пісіремін, себебі отбасымда танымал әрі сүйіп жейді. Толық ингредиенттер тізімі және жасалу жолын осы видеоның астындағы сипаттамада да көре аласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, менімен бірге әзірлеңіз. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа елеуіштен өткізілген 250 грамм ұнды саламыз. 1 шай қасық қопсытқыш, 50 грамм қант, шым-шым тұз және 1 шай қасық лимон қабығын саламыз. Әрине, бұл өз қалауыңыз бойынша. Майлылығы 80%-дан кем емес, 120 грамм сары майды ұнмен біріктіріп, қолмен ысқылаған тәрізді үгілмелі қамыр болып шығуы қажет. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Қамырды жайып, 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін басқа ыдысқа салып, шетке қойып қоямыз. Бұл ең соңында пирогтың бетіне себетін қамыр. Пісіруге арналған форманың астына пергамент қағазын төсеп аламыз. Форманың диаметрі 21 см. Қамырдың 3-2 бөлігін, яғни көбірек бөлігін формаға салып, видеодағыдай қолмен пирогтың астын және шет-шеттерінің пішінін келтіреміз. Ең бастысы, қамырды қатты басудың қажеті жоқ. Бүйірі мен асты орналасқан шетінде қамыр қалыңырақ болып шығады. Сондықтан видеодағыдай саусақпен жүргізіп, жұқалатып шықсаңыз болады. Салмасы өте тез дайындалатындықтан пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. Салмасына 350 грамм сүзбе, 50 грамм қаймақ, 1 дана жұмыртқа, 50 грамм қант, 10 грамм ванильді қант және 1 шай қасық жүгері крахмалын қосып, блендерден өткіземіз. Салманы қамырдың үстінен құйып, силиконды күрекшемен біркелкі болғанша тегістеп аламыз. Тегістеп болғаннан кейін қамырдың 1/3 бөлігі бөлек ыдыста алып қойған бөлігін себеміз. Біркелкі етіп қолмен жаямыз.
Шетіндегі қамыр ұзынырақ болып тұрса, саусақпен пирогтың көлеміне дейін келтірсеңіз болады. «180 градуста қызып тұрған пешімізге шамамен 50-60 минутқа жібереміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қарап тұруға кеңес беремін. Пирог көтеріліп, беті әдемі қызғылт түске боялуы қажет. Пирогтан формасын шешпей, бөлме температурасында толықтай суығанша қойып қоямыз. Міне достар, сүзбелі пирогымыз королевская ватрушка дайын болды. Көргендеріңіздей өте оңай әзірленеді. Қазір ортасын кесіп те көрсетемін. Міне бір келкі өте әдемі болып шыққан. Тәттілігі орташа, салмасы болса өте нәзік, нағыз ауызда еритін пирог дайын болды. Осындай қол жетімді ингредиенттерден тұратын пирогты әзірлеуге кеңес беремін. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеоларыммен өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал кез келген видеома сұрақтарыңыз пайда болса, әр видеоның астына комментарий қалдырсаңыз да болады. Мен барлық комментарийді оқып жауап беруге тырысамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге әзірлесеңіз көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Аман сау болыңыздар.